подкастқа жалғас. Мен осы ағаймен бірге осы военный машинаны ойлап таптық. Осы робот әр нәрсе істей алады. Ол үшін оны басқару үшін қосып алып Bluetooth'ты қосасыз. Потом содан кейін осы приложениеға кіресіз. Кіріп болған соң роботтың пульті шығады. Потом осы настройка мынаға кіресіз. Потом ең басына барып оның атын табу керек. Өз атын жасауға болады да, кіресіз да, пока қызыл свет жасыл болғанша күту керек. Егер жасыл болса, уже оны басқаруға болады. Осы роботтен оңға, солға, алдыға, артқа қимдай алады. Осының көмегімен ол оңға, солға бір алады. Ал оны басқарып отқан ол осы Arduino ол роботтың миы деп санай беруге болады. Соның арқасынан біз программаны соған жүктеп, осыны басқара аламыз. Бұны біз наны жағғанда одан көптеген нәрсені жағуға болады. Бұл роботтың көзі. Ал мынау роботтың сымы деп болады. Кейбір роботтардың сымы бар да, осы оның Bluetooth'ның арқасынан біз оны Bluetooth'мен кіріп басқара аламыз. Бұл оның екі фонарик, тура полицейскийдің екі фонарик. Біз оны былай жандырдық. Бұл тура полицейскийдің дауысы. Көріңіз ғой, дауысы. Бұл оның батарейкасын толтырып тұруға болады. Батарейка осыға кіріп, қуат береді. Бұл енді ракета деп ата беруге болады. Тура какой-то танк дегенде ол дәлдеп олға ат ұстайды. Егер мына шпришті басқанда, бұл басы көтермейді. Ал мынаны басқанда, олар оңға солға бұрылады. Ал егер қайтадан оны шпришті өшіріп тастасақ, ол қайтып қалпына келеді.